Баянбай қалған батырлар 2. Баянбай Қожина 1923 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. 1943 жылы ерлігі әлемге әйгілі Мәншүк Мәметованың соғыста қаза тапқандығы туралы хабарды естігенде кек қайтару үшін өз еркімен майданға сұранған. Белоруссия, Польша, Литва, Германия жерлерін азат ету ұрыстарына қатысқан. Қанды шайқастардың бірінде тосқауылда тұрған 9 немісті жер жастандырған. Ер адамға бергісіз ерліктер үшін Қызыл жұлдыз 1-ші, 2-ші дәрежелі даңқ ордендермен марапатталған. 1945 жылы 27 сәуірде Гиденбург қаласының түбінде ұлы жеңіске небәрі 12 күн қалғанда қаза тапқан. Баянбай Қожина бас аяғы 24 фашистің көзін жойған. Кеңес одағының батыр атағына ұсынылып, бұл атақты алмаған. Төлеуғали Әбдібеков 1916 жылы Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында дүниеге келген. 1942 жылдың мамырында Калининград майданына аттанады. 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының мергені. Әкесі жастайынан